Сәлем достар, арнама хош келдіңіздер. Мен Түркиядамын, Стамбул қаласы. Стамбул тұнып тұрған тарих, немесе мешіттер қаласы. Стамбулда үлкенді кішілі 3,5 мыңға жуық мешіт бар. Оның 3269-ы Осман империясының тұсында салынған. Бүгін сол көне мешіттердің ең үлкендері жайлы баяндап беремін. Стамбулдағы байырғы мешіттердің ең атақтысы әрі негізгі символдарының бірі Сұлтан Ахмет мешіті, немесе Көк мешіт. Көк мешіт деп атауының себебі күмбездерінің көк түсті болуымен байланысты деседі. Стамбулдағы тарихи ауданға аты берілген Османлы мемлекетінің ең үлкен мирастарының бірі. 1603 жылы Сұлтан 1 Ахмет таққа отырады. Бір қызығы, бұл кезде ол 14 жаста еді және Осман империясының 14-ші патшасы болып, елді 14 жыл билеген. 1609 жылы 20 жасар сұлтан Стамбулдың қай жағынан қарасаң да мен мұндалап тұратын аса үлкен мешіт салуға бел буады. Сөйтіп, әлемнің ең мықты деген құрылысшыларын алдырып, мешіттің алғашқы іргетасын өзі қойып, құрылысты бастап береді. Сол кездегі сарайдың бас сәулетшісі Седефкар Мехмет ағаның басқаруымен 7 жыл, 5 ай, 6 күн дегенде құрылыс толық бітіп, 1616 жылы халыққа ғибадат етуге беріледі. Сұлтан Ахмет мешіті Византия билігі тұсында Айя Софияның бақшасы болған жерге салынды. Оның себебі Сұлтан 1 Ахмет византиялықтарға Османлы империясының құдіретін көрсеткісі келген екен. Құрылысқа ең сапалы ақ мәрмәр мен қызыл кірпіш қолданылған, ал мешіттің сыртқы және ішкі бөлігі керамикалық тақтайшалармен әрленген. 260 терезелі, 6 мұнаралы, 16 балконды етіп салынған мешіттің ішкі сыйымдылығы 10 мың кісілік, ғимараттың биіктігі 43 метр. Мұнда тек намаз ғана оқылған жоқ. Бұл жерде медресе, аурухана, асхана, керуен сарай сияқты қоғамдық орындар болды. Сұлтан 1 Ахмет өмірден өткен соң, өзі салдырған Сұлтан Ахмет мешітінің қасына жерленді. Мешіт ЮНЕСКО-ның мұралар қорына енгізілген. Статистика мәліметтеріне сүйенсек, Сұлтан Ахмет мешіті мен кесенесін зиярат ету үшін дүниенің түкпір-түкпірінен жылына 5 миллионға жуық кісі келетіні айтылуда. Назарларыңызға ұсынғалы отырған тағы бір көне нысан, ол түрік халқының тарихи мақтанышы, ғаламат ғасырдың ғаламат ғимараты, әрине Сүлеймания мешіті. Османлы мемлекетінің 10-шы падишахы әрі империяны 46 жыл ең ұзақ басқарғандығымен тарихта аты қалған Сұлтан Сүлеймен өзінен ерекше бір мұра қалдыруды мақсат тұтып, Стамбулдың ең биік төбесін, яғни осы Сүлеймания мешіті тұрған жерді таңдап, сол заманның ең мықты сәулетшісі Мимар Синанға тапсырма береді. Сөйтіп, 1550 жылы осы мешіттің алғашқы іргетасы қаланады. 7 жылда бітірілген нысанның аумағында кітапхана, медресе, керуен сарайы, кедейлер тегін ас ішетін зекетхана сынды әртүрлі қоғамдық орындар болған. Сүлеймания мешіті Стамбулдағы Осман империясынан қалған ең үлкен ғимарат.
4 мұнаралы мешіттің алаңы 50 мың квадрат метр. Нысанның ішкі сыйымдылығы 5 мың кісілік, ал биіктігі 53 метр. Сериалдар арқылы танығанымыздай, Сұлтан Сүлеймен таңнан кешке дейін гаремдегі әйелдермен алысып отырмаған. Өкінішке қарай, сериалдағы көптеген көріністер ойдан құрастырылған. Түрік тарихшыларының жазбасына сүйенсек, Сұлтан Сүлеймен заңды қатаң ұстанатын аса салмақты, әрі қатал басшы болған. Тіпті заңға бас имесе, туыстарының да басын кесіп тастайтын болғандықтан, оны кануни Сүлеймен, яғни заңшыл, әділ Сүлеймен деп атайтын болған. Мұндай ғаламат жәдігерді көру үшін әлемнің әр тарапынан миллиондаған зияратшылар арнайы келеді. Сұлтан Сүлеймен қайтыс болған соң, өзінің өсиеті бойынша Сүлеймания мешітінің қасына жерленді. Халқына әділ үкім жүргізген патшаның әр күні ғибадат саналады. Сөздің авторы Сұлтан Сүлеймен. Фатих Сұлтан мешіті. Бұл мешітті салдырған Сұлтан 2 Мехмет жайлы айтып кетпеу мүмкін емес. Түрік тарихынан ойып тұрып орын алған Сұлтан 2 Мехмет Османлы мемлекетінің 7-ші падишахы болып, 19 жасында таққа отырады. 2 жылдан соң небәрі 21 жасында, яғни 1453 жылы әскерлері мен Византия империясының астанасы Константинопольді жаулап алады. Осылайша 1100 жылдық тарихы бар Византия империясын түбегейлі күйретіп, Фатих Сұлтан атағына ие болады. Фатих деген араб тілінен аударылғанда жаулаушы деген мағына береді. Константинопольді жаулап алған соң, Сұлтан Мехмет 500-ден астам ғимарат салғызады. Олардың ең үлкендері Топкапы сарайы, Жабық базары, Йылдыз хамамы, Фатих әлеуметтік кешені және де осы сіздер көріп отырған Фатих Сұлтан мешіті. Сарайдың бас сәулетшісі Атик Синанның басқаруымен 1462 жылы құрылысы басталған кешенді нысан 1469 жылы толық бітірілген. Өкінішке қарай, 1509 жылы Стамбулда болған жойқын жер сілкінісінен мешіт жартылай құлап қалады. Сол жылдар тұсындағы Сұлтан 2 Бейазиттің әмірі мен барынша алғашқы нұсқасына ұқсатып, мешітті қайта қалпына келтірген. Алайда 1766 жылы тағы да жер сілкініс болып, мешіт қатты зақымдалған. Бұл кездегі Сұлтан 3 Мұстафаның бұйрығы мен оңалту жұмыстары жүргізілген. Осындай себептермен мешіт алғашқы көрінісінен түбегейлі өзгерген. Сыйымдылығы 4000 кісілік бұл мешіттің ішкі алаңы 3000 квадрат метр. Намаз оқудан бөлек, бұл жерде қонақ үй, бірнеше медреселер, аурухана, кітапхана, асхана, тағы да басқа қоғамдық орындары болған бұл кешеннің сыртқы жалпы аумағы 108 000 квадрат метрді қамтиды. Мешіттің аумағында Стамбулдай сұлу шаһарды түріктерге алып берген 2 Мехмет немесе Фатих Сұлтанның кесенесін де көруіңізге болады. Стамбулдың Фатих ауданына орналасқан тағы да бір көркем де көне мешіт Шехзаде Мехмет мешіті.
Түрік тарихшыларының жазбасына сүйенсем, Сұлтан 1 Сүлейменнің 3 ұлы болған Ханзада Мехмет 1543 жылы 22 жасында шешек ауруынан көз жұмады. Бұл ауыр қазадан соң Сұлтан Сүлеймен марқұм ұлының құрметіне үлкен бір мешіт салуға бел буады. Бұл құрылыс Осман империясындағы 365-ге жуық, яғни ең көп ғимараттар мен архитектуралық нысандардың авторы болған атақты сәулетші Мемар Синанның алғашқы туындысы болды. 4000 квадрат метрлік алаңы бар 2 мұнаралы мешіттің ішкі сыйымдылығы 4000 кісілік. Негізгі орталық күмбезінің биіктігі 37 метр, ал диаметрі 19 метр. 1548 жылы мешіт құрылысы біткен соң, Сұлтан Сүлейменнің әмірі мен марқұм ұлының сүйегі осы мешіттің қасына қайта жерленген. Арадан 5 жыл өткен соң, Сұлтан Сүлейменнің кіші ұлы Жихангир ең сүйікті ағасы Ханзада Мұстафаны өз әкесі буындырып өлтіргеніне төзе алмай қайтыс болады. Сөйтіп, Жихангир Ханзаданы да осы Мехмет ағасының қасына жерлейді. Әйүп Сұлтан мешіті. Тек қана түріктер үшін емес, ислам әлемі үшін де маңызы ерекше бұл мешіт Осман падишахы 2 Мехметтің әмірімен салынған. Әйүп Сұлтан деген кім? 670 жылы Константинопольде арабтар мен византиялықтар арасындағы соғыста шахид болған араб жауынгері, әрі Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы еді. Толық аты Хазіреті Халид бин Зейд Әбу Әйюб әл-Ансари. Әйүп Сұлтан өзінің өсиеті бойынша шахид болған жеріне, яғни Константинопольдің іргесіне жерленеді. Әйүп Сұлтанның мазары тек Стамбул мұсылмандардың қолына өткенде ғана табылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды үйіне қонақ етіп, мехмандари нәби атанған, әрі оның сахабасы болған Әбу Әйюб әл-Ансари атты араб жауынгерінің Стамбул үшін соғысып, шахид болғаны жайлы естіген Сұлтан 2 Мехмет оның зиратын табуға бұйрық береді. Алайда дұшпандардан жасырын жерленген мазарды табу оңай болмады. Фатих Сұлтан Мехмет сол кездерде әулиелігі мен елге белгілі болған Ақшамсиддин атты рухани ұстазынан көмек сұрайды. Әулие біраз ойланып тұрып, Әйүп Сұлтан жерленген жерді көрсетеді. Фатих Сұлтан бұл жерді жоғалтып алмау үшін көмекшілеріне белгі ретінде бір ағаш қоюды бұйырады. Бірақ күнде ағаштың орнын Фатих Сұлтан өзгертіп қояды. Олай жасауының себебі әулиенің біліктілігін тексеру еді. Ертесі күні дұшпандардан бекітілген мазарды ашуға келгенде, әулие Ақшамсиддин ағашты біреу қате жерге алып қойыпты. Мазар ол жақта емес, мына жерде деп, алғашқы белгіленген жерін дөп табады. Бейітті жасыру үшін жапқан қоршауды ашқанда, Хазіреті Әйүп Сұлтанның мазары екеніне еш күмән қалмайды. Осылайша Фатих Сұлтан 2 Мехметтің бұйрығымен 1459 жылы кесене мен мешіт бірге салынып, Әйүп Сұлтан аты берілді. Бұл нысан түріктердің Стамбулға салған ең алғашқы құрылысы еді. Стамбулға келіп тұрып, Мәрмәр теңізінің Еуропа жағасында орналасқан тарихи Еминөнü мешітін көрмей кету мүмкін емес. Мешіт 1597 жылы Сұлтан 3 Мұраттың жұбайы Сафие Сұлтанның әмірімен салына басталып, Сафие Сұлтанның қайтыс болуына байланысты құрылыс
тоқтап қалады. 66 жыл жартылай салынбай қалған мешітті Сұлтан 4 Мехметтің анасы Турхан Хатиже сұлтан қолға алып 1665 жылы толық бітіріп, халыққа ғибадатқа береді. Бір сұлтан әйелдің бұйрығымен басталып, екінші сұлтан әйелдің аяқтауымен, яғни екі түрлі ғасырда салынып біткен бұл мешіт Осман империясының ең соңғы үлкен ғимараты болды. 4000 кісілік мешіттің ішкі алаңы 4000 квадрат метр. Ортаңғы негізгі күмбезінің биіктігі 36 метр. Мұнара саны 2. Айя София мешіті. Византия императоры Юстиниан I Константинопольға үлкен бір шіркеу салуға бұйрық береді. Алайда шіркеу сол кездегі бір жағдайға байланысты өртеніп кетеді. Император шіркеуді қайта салуға бұйрық береді. Бірақ қалада болған үлкен көтерілістің кесірінен шіркеу тағы да қирап қалады. 532 жылы император шіркеуді қайта тұрғызуға 3 рет бел буады. Өткен жағдайларды ескеріп, бұл жолы құрылыс сапасына аса мән беріп, өзі тікелей бақылауына алады. Бүкіл қаражатты шіркеудің құрылысына жұмсағандығы үшін ел қазынасы шығынды толық жабуға жетпей қалады. Бірақ Юстиниан құрылыстың тоқтап қалуына жол бермейді. Византиялық бүкіл бай-бақуаттар мен жоғары тап өкілдерінен салық жинап, 537 жылы шіркеуді толық салып бітеді. 5 жыл салынған ғимаратқа сол заманғы ең мықты сәулетшілер мен 100 ұста, 10 000 жұмысшы тартылған деседі. Император Юстиниан елдің түкпір-түкпірінен, атап айтқанда Римнен, Афинадан, Мысырдан, Сириядан, Эфестен, Константинопольға мәрмәр мен түрлі ғимараттардың тас қирандыларын, сапалы бағаналарды жеткізуді бұйырған. Әр қиындықта бір хайыр бар демекші, шіркеудің ең басында қайта-қайта құлай беруі, кейіншелік шіркеудің әлемнің ең мықты құрылыс материалдары мен аса сапалы етіп салынуына себеп болды. Қаншама жер сілкіністеріне төтеп берген Айя София бүгінгі күнімізге дейін құламай жетіп отырған өте көне ғимарат. Бұл шіркеу түбінде мешіт болатын болғасын, Аллах тағаланың өзі осылай қорғады ма екен, кім білсін. 15 ғасырда түріктер Константинопольді жаулап алған соң, Айя София шіркеуден мешітке айналады. Фатих сұлтан 2 Мехметтің бұйрығымен ғимарат қабырғасындағы әр түрлі суреттердің үсті боялып, 4 мұнара салынады. Осман империясы құлаған соң, Мұстафа Кемал Ататүріктің жарлығымен Айя София 1934 жылы мұражайға айналады. 85 жыл бойы мұражай қызметін атқарған Айя София 2020 жылдың 24 шілдесінде азан оқылып, Түркия президенті Режеп Тайип Ердоғанның қатысуымен өткен жұма намазынан кейін мешіт ретінде қайта ашылады. Чамылжа мешіті 2019 жылдың көктемінде салтанатты түрде ашылған Түркиядағы ең үлкен жаңа мешіт. Сіздерге баяндап берген тарихи мешіттердің бәрі Стамбулдың еуропалық бөлігінде болса, бұл жаңа мешіт қаланың азиялық бөлігіндегі теңіз деңгейінен 263 метр биіктіктегі ең жоғары төбеге салынған. Бұл жер тек қана мешіт емес, мұнда Ислам өркениеті музейі, өнер галереясы, 50 000 дана кітабы бар кітапхана, 1070 кісілік конференц-зал, өнер шеберханалары,
кафелер мен 3500 көлік сиятын автотұрақтары бар ауқымды кешен. Нысанның алғашқы іргетасын 2013 жылы ел президенті Режеп Тайип Ердоған өзі қалап құрылысты бастап берген. 6 жылда салынған жобаның құны 110 миллион ақш долларына жеткен. 6 мұнаралы мешіттің аумағы 15 мың квадрат метр. Ғимараттың ішкі және сыртқы жалпы сыйымдылығы 63 мың кісілік. Әр түрлі диаметрдегі 70 күмбезбен жабдықталған мешіттің орталық негізгі күмбезінің биіктігі 72 метр. Бұл Стамбулдағы 72 түрлі ұлттың өмір сүретінін білдіреді. Ал екінші қатардағы күмбездердің диаметрі 34 метр. Ол Стамбул қаласының автокөлік нөмірінің белгісі. Бұл керемет мешіттің сәулетшілері талантты екі түрік әйелі Бахар Мизрак пен Хайриегүл Тату ханымдар. Чамылжа мешіті айтып өткенімдей Түркиядағы ең үлкен мешіт, ал әлем бойынша ең үлкен 20 мешіттердің тізіміне енген.